Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді ерекше кешкі ас, сіздерге де осы тамақты пісіріп көруге кеңес беремін. Каналымнан алыстамай, видеомды соңына дейін қараңыздар. Бұл тамақ Әзербайжан мантысы, болдырып деп аталады. Осы болдырыпты сіздерге пісіріп көрсетемін, және де видеомнан алыстамай соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді бисмиллах деп бастайық. Ең бірінші осы ыдысыма тұз саламын, және де жылы су құямын. Мен бүкіл төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Ашытқымызды салғаннан кейін сұйық май қостым, және де 5 минут тұрғызып, оның үстіне ұнымызды електен өткізіп саламыз. Осы тамақты пісірместен алдымен көп ойландым, қандай болады екен. Бұл мантыны алдым біздер ашытпай жасайтынбыз. Енді бұл тамақты пісіріп отбасыма ұнай ма, ұнамай ма деп, бірақ өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін, осы тамақты бір пісіріп көріңіздер. Өте дәмді тамақ. Қамырымыз дайын, илеп алдық, әдемі етіп илейміз. Осындай бостау болуы керек, және де 50 минутқа қойып қоямыз. Енді тамағымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін біздерге 40 қабат қажет, және де міндетті түрде пияз, және де осындай ет қажет болады. Енді бірінші біздер 40 қабатымызды қолымызбен немесе блендермен өткізсеңіздер болады. Мен бүгін осы блендер арқылы ұсақтап турап алдым. Сіздер қолыңызбен турасаңыздар болады. Енді пиязымызды да мен блендер арқылы өткіземін. Енді барлығын болдық. Енді үстіне қара бұрышымызды және де тұз салып, жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай дайын қамырымыз. Енді осы қамырымызды бөлшектерге бөлеміз. Бүгін осы көріп тұрғандарыңыздай видеодағы да жасайсыздар. Енді осы дайын қамырларымызды, бөлшектерге бөлінген қамырларымызды енді домалақ етіп жасап аламыз. Және де 1-2 минутқа демалдырып қоямыз. Енді дайын болған қамырларымыздың үстін міндетті түрде жауып қоямыз. Және де 1-2 минуттан кейін барып бастаймыз. Енді бір зуаламызды алып, осылай оқтауымыздың көмегімен жаямыз. Бұл жерде өте жұқатып жібермейміз. Бұл тамақтың заңы бойынша 1-2 миллиметрдікке қалыңдау етіп жаямыз. Міне видеода көрсетілгенде жасайсыздар. Енді осы дайын қамырымызды қолымызға алып, енді ішіне салмасын салып түйіп бастаймыз. Видеода көрсетілгенде түйістер қамырды осылай бір шетінен бастаймыз. Алдын ала тамағымыздың мантаваркасын дайындап қоямыз. Листтарын майлап, және де суын дайындап қайнатып қоямыз. Енді қайнап жатқан суымызда 50 минут пісіріп аламыз.
Тамағымыз дайын, менде 55 минутта пісіп шықты. Сіздерде де солай пісу керек, себебі біздердің қамырымыз қалыңдау еді. Енді шетінен алып көрсетемін қазір сіздерге қандай болып шыққанын. Өте тойымды тамақтардың бірі екен. Үшеуін жесеңіз бірден тойып қаласыз. Және де міндетті түрде осы тамақты пісіріп көруге кеңес беремін, қыздар. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Міне дайын, әдемі болып шықты, сочный болып. Және де келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.